есімім Динара, заңгермін 15 жылдан бері. Бірақ мен өзіме андай оферма ат таба алмай жатырмын. Қалай мен өзімнің қызметімді реклама жасаймын. Ол жерде мысалы өндіруші болса, өндірушіге ИП ту ашу, өнімді сертификаттау, оған логотип или упаковка жасау, штрих-коды бар, магазинге дейін шығаратын бүкіл этаптағы қызметтерді көрсетемін. Керемет бағалы қызмет емес қой. Адамдарға керек қой, өнім болса сертификат керек, оның қорапшасын жасау керек. Азыр қорапшасын жасау деген ол заңгердің жұмысшысы емес қой, дизайнер. Заңгердік емес, бірақ лицензия мен сертификат заңгерлерге. Лицензия, сертификат. Жақсы. Енді жаңағы компанияға офер жасау үшін алдымен бүйту керек те, сен қандай пайда келтіресің, соны просто отырып соны жазу керек. Қандай пайда келтіресің жаңағы? Сертификат жасап бересің. Тағы не істейсің? Дизайн, егер мысалы мен оны өзім қосқан себебім, мысалы бір келген адам этикеткаға или штрих-кодқа, сертификатқа жүгірмесін деп бәрін өзіме қосқам. Ең басында тақырыпқа өзі офер дегенде негізі тақырыпша. Естеріңде болса мен Аида деген мен айттым да, attention деген внимание, адам назарын аудару. Тақырыппен назар аударып аласың, соны тақырыпшамен түсіндіріп бересің ары қарай қажеттілігін. Сондықтан тақырыбына сен көрсететін қызметіңнің келтіретін пайдасын. Алдымен просто отырып алып, былайша айтқанда, тупо қандай пайда келтіресің сен? Бизнес деген не? Адамдарға пайда келтіру, не болмаса адамдардың бір проблемасын шешу. Солай ғой? Қандай пайда келтіресің, не қандай проблемасын шешесің? Солар түгел жазып шығу керек та. Содан кейін барып содан құрастырасың. 4U есінде ме? 4U деген? Иә. Айтып берші біріншісін. Бірінші пайдасы да? Пайдасы, қажеттілігі. Жоқ, біріншісі 4U да тақырып жазу үшін. Біріншісі пайдасы, екіншісі нақтылығы, ерекшелігі, уақыты, содан кейін бар ерекшелігі. Яғни адамдар айтады, не сатып жатырсың, болмаса қандай қызмет көрсетіп жатырсың деген, сен бірдеңке біреуге барып бір әңгіме айта бастасаң, әдетте тұтынушылар ол ақшасы бар адамдар да. Мынаны еске сақтайық. Пайданы көбейтудің екі жолы бар. Не көлемін көбейтесің, не маржасын көбейтесің. Маржа деген бір клиенттен қалатын пайда. Ақымақ адамдар өз қателігінен үйренеді, ал ақылды адамдар басқа біреудің қателігіне қарап, қателігін жасамайды. Егер бизнес жолындағы адамдар қандай қателік жасап, қалай сүрініп жатқанын көргіңіз келсе, төмендегі сілтеме бойынша бизнес талқыларды көріңіз. Кәсіп деген не дегенде, біреуге пайда келтіру, не болмаса біреудің проблемасын шешіп беру. Ол түсінікті да. Енді пайданы неғұрлым көбейтудің әдісі, біреу маржасын көбейту, маржаның сөз бір клиенттен қалатын үстінен қосқан ақшаң, мысалы. Айташы, өзіндік құны болмаса, өзіндік құнның үстіне қосқан ақшаң. Бір клиенттен неғұрлым көбірек болса, соғұрлым сенде пайда көбірек табасың. Столовойдың пайдасы көп па, кафенің пайдасы көп па? Бір кісіден, бір клиенттен қалатын. Кафеде көп. Бір кісіден қалатын. Мына асхана бар, мысалы да, болмаса кафе бар. Кафенің көп па, ресторанды көп па? Ресторанды көп. Ресторан тура сол сияқты. Қарапайым немене бар, мысалы, қонақ үй, қарапайым қонақ үй 3 жұлдыз, 4 жұлдыз, 5 жұлдыз, әрине 5 жұлдыздікі бір клиенттен қалатыны көп та, 40-50 мың теңге алады деген сияқты. Сол сияқты бір бизнес, анада тамақ береді, анада қонақ үйдік. Бірақ қайсының пайдасы көп десе, ананың пайдасы көбірек, ресторанның, болмаса 5 жұлдызды отельдің пайдасы көбірек. Солай ғой да? Тура қызмет көрсететін адамдар да осылай. Түсінікті ғой да? Осы екі жол таңдап, не десің, оң кейін көрсететін қызметіңді, пайда келтіретін пайдаңды, болмаса шешетін проблеманы басынан бастап жазасың. Давай айтайықшы, қандай пайда келтіресің? Міне клиенттерің отыр, сен клиенттерің отыр. Давай. Ол жерде өнімді, мысалы сертификат болса, маркеттер мен дүкендерге өткізе алады. Қазіргі таңда сертификатсыз дүкендер мен маркеттерге алмайды. Жақсы. Қазір осы жерде бір өнім өндіретіндер бар ма? Бірнеше өнім өндіріп, кафеге, менеге өткізетіндер. Магазинге бір жерге өткізу керек бар ма? Бірақ адамды білмейді. Ну жақсы, давай, ұсыныс жасашы. Ол кісі сіз не өндіресіз? Жоқ, білмейсің сен, тұра тұр. Сен білмейсің, сен Инстаграмға, Фейсбукқа, сен қараш, бизнес сөйтіп жүргізбейсің, көшеге адамдарға барып, давай, кімге не өндіреді, сұрап алып, коммуникация саған соның тақырыбын таппай жатырмын ғой, предлагать ететін. Не деп жазсам болады? Түкте қиын емес, қазір. Не пайда келтіресің жаңағы? Сертификат жасап берем. Ол кісінің сертификат жасап берем. Керекті дүкендер мен маркеттерге өткізе алады ол өнімді пайдасы. Тағы не өткізесің? Затыңызды дүкендерге өткізу үшін сертификат жасап бересің. Иә. Тағы немене? Одан кейін егер оның несі егер басқа жақтан ұсынбаса, этикетка жасап беруге болады.
кейін штрих-код деген обязательно керек өнімге. Так, То ипсы болмаса тосын ашып, ипсы болмаса или қандай. Все, бұның бәрі тақырыпшалар. Тақырыпшалар, Анау тақырып да. Өнім өндіретін компанияларға сертификат жасатып берем. Сертификат қанша уақытта? Егер өнімнің түріне байланысты бір өнім болса, пайдасы, келтіретін пайдаң, да, екіншісі нақты қандай пайда, үшіншісі уақыт, төртіншісі ерекшелігі. Айтасың міне да, өніміңізге сертификат жасап берем. Өнімізге сертификат деген нақты да. Сертификат жасап, нақты қандай неме жасап бересің? Соң кейін уақытта, қанша уақытта? Уақытта, егер 1-2 өнім болса, бір аптада, егер мысал қазір мен сертификат жасап жатырмын, банкі жауып отқан, банкының 50 түрі бар екен. Бір аптада да. Ол бір айға созылып жатыр. Ең төменгісін көрсетесің, ең төменгі бір апта. Бір аптада өнімге сертификат алып берем, бір аптада көрсеттің, сертификат алып берем, көрсететін пайдаң да. Енді ерекшелігі қандай басқа компаниядан? Басқа компаниядан болғанда, мысалы ол егер мысалы тәтті тағам өндіретін болса, торт или тағы пирожный болса, дополнительно ішіне қосып бере аламын. Қосымша. 4 өнім болса. Тон. Түсінікті ғой? Сіз неме өндіресіз? Қажет па? Мына осылай жазсам, маған қараңыз, бір аптаның ішінде сертификат өндіріп берем, қосымша штрих-кодтар жасап берем, да? Мысалы, мына 4 удың 4-еуі болуы мүмкін, 3-еуі болуы мүмкін, да? Бұл жерде нақты айтатын нақты ештеңесі жоқ, ерекшелігі бар, немесі бар, да? Енді бұны тағы да басқа неменемен жеткізуге болады, да? Өніміңізді дүкендерге тез өткізуіңіз келеді ме? Біздің компания біз осылай сізге сертификат, штрих-код бәрін жасап береміз, басыңыз қатпайды. Түсінікті ғой? Қашан неменеге айналдырасың уже? Компанияға айналдырып, қашан қызмет көрсетесің? Мен уже қызмет көрсетіп жатырмын. Қазір 23-ші ағымнан бері где-то бір 10 адамға істеп қойдым. Немен сайт жасадың ба? Сайтым ештемем жоқ. Неге жасамадың? Ерегесіп жасамай жүрсің ба? Кімге ерегесіп жүрсің? Тақырып таппай. Тақырып таппай. Тақырып табуды қанша рет жаздың? Қанша рет жаздың тақырыпты? Осындай тақырыпты сен оферді кемінде сендер 20-50-ін жазуың керек, 20-сын жазуың керек. Өзіңді қиналмас іштемесең, егер 3 рет жаздым. Үйде футболға барымда 3 рет доп тептім әңгесін. Соң немен домбыраны 3 рет тартып едім, тартылмай қойды. Бизнес это сочетание войны и спорта. Келісесіздер ме? Тура соғыста жер үшін соғысады, бизнесте клиент үшін соғыс. Біреудің қалтасындағы ақшаны айтады, мен алғым келеді, анау айтады, жоқ, мен алғым келеді, анау мен алғым келеді, қырылыс. Сол соғысып жатса айтады, бұрын өтірік шалдар айтатын, сол немістермен айтамыз дейді. Немістер тұра тұрыңдар, обед уақыты болды қазір. Тамақ ішіп алайық. Тамақ ішіп соғысайық деп келісіп аламыз дейді, тамақ ішіп тойып алғаннан кейін, содан кейін айтады дейді, қайтадан соғысамыз деп. Сол сияқты аламанға шауып бара жатқанда бір айғайлайды. Аналарға айтшы, тұра тұрсын, немене болды? Шай ішіп алайық, одан кейін шабамыз. Бәйгеде сөйтіп айтып көрген, шаршадық, өлеміз бе, әкең тоқтасын, шай ішіп алып шабайық кеші. Демалып алып шабайық, соғысқанда демалып алып соғысайық. Тура сол сияқты. Болмайды ол бизнес, сендер еркіндік алуға келдіңдер. При этом айтады, былай жасайын да, одан кейін аяғым көтеріп жатайын. Соң доп тепкенде айтады, давай мен 3 доп соғайын, содан кейін сен 3 доп соқ, ақырындап сені аяқтан шалма, итерме. Мәдениет түрде ойнайық, нең кетіп бара жатыр. Ниче ойнап шығамыз. Болмайды ондай спорт. Это спорт, талас, бұл соғыс. Бірақ еркіндік береді есесіне. Давай кемінде 20 тақырып жазу керек. Содан кейін былай, егер де жақсартатын нәрсе болмаса, оны ешқашан ештеңе жақсартады, ештеңе жоқ болса, оны жақсарта алмайсың. Алдымен бір нәрсені жасайсың, бір рет көресің, 3 на 3 да бірдеңені жасап көресің, екінші рет оны тағы да жетілдіресің, 3-ші рет жетілдіресің, 4-ші рет жетілдіресің. Сенде офер шықпайды бірінші рет, ешқашан шықпайды. Бірінші рет сразу шығады, мүмкін емес қой. Бірінші тортың керемет әдемі болып шығу, бірінші тіккен көйлегің сұмдық болып шыққаны да, скульптураны жасай салдың, сразу шықпайды, оны жасайды, онан кейін так, мына жерін қыру керек екен, ана жерін қыру керек екен, мына жерін жетілдіру керек, бүйтіп жетілдіру керек. На 3 жасайсың, содан кейін барып оны жетілдіресің. 10-20 тақырып жазасың. Атың кім? Динара. Динара, сен мына түріңмен бар ғой. Сен боксқа шығып тұрсың қазір. Бокс жасамыз ба қазір. Соң айтасың, міне ана шықшыды ашылайын деді, шықшыды қазір. Тұра тұр мен қазір. Сен маңдайдан таңқ еткен, сен тұрсың, аузыңнан, сөзің, қойыңнан бөзің шығыпты. Бизнес деген спорт, рингке шыққан сияқты. Ашылған кезде сарт екізесің, тұрасың. Ашылған кезде тұрасың, атасың, сен айтасың, тұра. Каскысы тұра тұр, қазір мен дәлдеп алайын. Мылтығымды қазір тұра, мен иығым келмей жатыр. Қазір сені шекеден атамын сені. Сол сияқты да
давай еркелеме, давай тез жасау керек, 20-сын 30-ын жасау керек, сайт жасауды үйрендің, жасауың керек. Оңбасысың ба? Иә. Сен өзің жанбасың, сен біреуді қалай жандырасың, давай. Мен өзім шегеге тұрам, тауға бірінші болып барам, таңертең 5-те тұрып күнделік жазам. Мен өзім жатсам да, күнделік не жазбайсыңдар, сендер ешқайсың. Неге шегеге тұрмайсыңдар, неге тауға бармайсыңдар, неге осылай ақша таппайсыңдар, неге бизнес жасамайсыңдар деп өзім қарным қабақтай болып көк тиын санап отырсам да, ешқандай бизнес үшін екем жоқ. Құным сөзім, құны көк тиын. Немен алда жүреді командир, қылышын көтеріп, солай ғой. Давай өзің жаса, өзің көрсет, что басқалар үлгі болу үшін, да? Қабілет неменен бизнесің бар, продукты бар, басқалар сияқты емес, да? Бар. Мынаны жаз, біреуін көрсетіп бердің, осы сияқты сен сұрақ қойып жаз, 10-20 түрін жазасың офердің. Ертең кешке дейін өзіңе немене қоясың да, 10 офер жазып шығасың. Қисық, мисық, түсінікті, түсініксіз жазып шығасың. Соңғы кісілерге ондығыңа жіберіп көрсетесің. Міне мына офер жазып едім, қайсың? Мысалы, егер сен осылай өнім шығаратын адам болсаң, түсіндіресің. Ол сен бір торт шығарасың, консерві шығарасың, бір нан пісірасың, тағы бірдеңе дүкендерге апару керек, саған сертификат мына бәле керек. Мына менің хабарландыруымды естігеннен сен ойбай телефонды қалтырар едім, жоқ па едім, жақсы ма? Бір вариант, екі вариант, үш вариант, төрт вариант, бес вариант бәрін, давай. Жақсы, рахмет.